Қуандық Қыстықбай, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актер. Менің әкешім қарапайым шаруа адамдары. Ылғи айтып жүрем, білетіндер таңданбайды, білмейтіндер айтқан кезде көздері бадырайып, па шіркін деп тамсанады. Менің әкем 1899 жылғы. Бұл ғасырдың емес өткен ғасырдың, оның алдында ғасырдың адамы. Мен 77 жылғымын. 78 жасында дүниеге келген. Өзімнен 3 жас үлкен ағам бар, 5 жас үлкен ағам бар. Қарапайым шаруа адам болған, шопан болған, зейнет жасына дейін мал баққан. Бірінші әйелі 10 шақты құрсақ көтерген, бірақ бәрі шетінеп қайтыс бола берген. Ол кезде қызыл деген бар, білмейді ғой, ол кезде немен қайтыс болған. Қай сол замандағы жанұяны қарасаңыз, балалар шетінемеген жанұя жоқ. Бір қыз ғана, Гүлбарам деген әпкеміз ғана жаңағы бір 5-6 жасқа келген кезде жаңағы шешеміздің өзі қайтыс болып кетеді екен. Үлкен шешеміз. Содан жыл өткеннен кейін менің шешемді алады. Менің шешемде 12 құрсақ көтерген. Тірісі 8 едік, алдыңғы жылдар әпкем қайтыс болды, қазір 7-міз. 4 ұл 4 қыз алған болатынбыз. Шешем де сол әкемнің жайлауында, қыс-қыстауында, күз-күзінде, көктемінде, бала-шағасы, үлкендері интернатта, ағайын туыстың қолында ауылда оқып, үлкен әпкелерім. Өздері сол шаруашылықта малмен жүрген. Кейін, малдан шыққаннан кейін біздің ауылда, бір ауылда жүгері ексе, бір ауылда картоп, бір ауылда мақта ексе, біздің ауылда сарымсақ егетін. Сол кішкентай күнде сол сарымсақ алатын гектарлап апамыз, шешеміз. Сол бүкіл бір жалақы жазылады сол апамның басына, бүкіл жанұя сол жаңағы жаздық демалыс балалардың каникулы бастала салып, сол сентябрьдің 1-іне дейін сол сарымсақтың артында жүретінбіз. Кейін зейнетке шықты. Дәл бүгін сол шешемнің қайтқанына 1 жыл болған. Былтыр дүние салды, анам. Әкем менің 10 жасында қайтты. Ол кісі қызық, менде бір осындай сұхбаттарымда айтқам. Бірақ нәрсе есімде қалыпты, мені қоса ұрған, өйткені мен үйдің кенжесімін. Сондай даусым ащы болатын. Уаа деп жылайтын көрдім сол кезде. Қасында отырып ағам тиісті ма, мені ағамның айтқан тілін алмадым ба бірдеңе болды. Қол өтіп кетті ме екен, сөз өтіп кетті ма, деп шыңғырған кезде жылан шақты ме деп. Тиіскен ағамды ұрудың орнына мен одан сайын әкем жазалайтын. Енді үлкен кісі болды ғой. Бәрімізді тізесіне қысып алып, шашымызды өсірмейтін, шашымызды тықырлайтын. Сосын жаңағы әкең келе жатыр деп қорқытып әр қазақтың шаңырағын деді ғой. Соншалықты бір жазалаған жері жоқ, сол әкелеріміздің. Біздің ауылда сол әкеммен жасты қазір қариялар жоқ ондай. Сол кезде, бірақ сол кезде ойласам, менің 10 жасында 88 болса, одан ертерек 70-тің маңайында болды. Сол кездегі қариялар сақал шаштары бар, киімдерді сол қарттардың киімі, қазір бәрі заманауи болып кетті ғой. 60-70-тегі ағаларымыз сақал мұрт қоймай, ойламайсың. Сол кездегілер сондай үлкен көрдім, мәліме, шынымен солай ұстадым өздерін. Қариялар көп болатын. Сосын әр үйге жиі жиналатын. Сондай ынтымақ бірліктері мықты болатын. Қазір сол шалдардың балалары бармыз ғой, ауылға барған кезде, сол әкеміздеріміздің тәрбиесінің арқасында, әкелеріміздің достығының арқасында кәдімгідей жылы ұшырап, біріккен жерде мына қарияның баласы, ана қарияның баласы, қария деп сөйлейді. Қарияларымыздың балалары бірігіп, жылы ұшырап, әкелерімізді еске алып отырамыз. Өйткені бірліктері сұмдық болды. Сосын олар сол 80-90-ға келгенше ат есектің үстінде жайдақ мініп жүре беретін. Сол 80 бай, 70 бай, 60 байлар дүниеге әкелгендердің өзі сол күйлі қуатты,
соның да бір әсері бар ма деп ойлаймын. Шешем өте жуас болатын, артық ауыз ұрсып көрген емес. Мен осы театр институтына тапсырған кезде де ең ауыр айтқан сол, жаным, бұдан басқа оқу табылмады ма деп. Шын шайтанның оқу дейді ғой. Одан кейін 98-де бітіріп Астанаға жол тапқан кезде сол оқуыңа, осы мамандығыңа, осы Алматыдан да жұмыс табылмады ма деп қана айтқан болатын. Болды, басқа. Содан кейін осы мен Алматыға қоныс аударуыма, 3 айлық аударуыма сол шешем себепкер болған. Өйткені Астанаға көп келмей қойды. Әйтпесе жылына келіп қыстататын, қыстап кететін. Сол 3 жыл бойы келмей қойды. Сезіп жүрді ма, кім білсін, бірақ шалымның қасына өзім үйім, балалар не болды, үй не болды деп болды, ауылдағы үйді ойлап отыратын. Енді 4 қабырғаға қамалады, сөйлесетін ешкім жоқ, онда түсінемін, қинамай 1-2 ай ұстайтын да жіберетінмін. Соңғы жылдар сол Қайсыболаттың алдында келмей қойды. Жүрсеңізші Астанаға, қыстап қайтыңыз десем, бірінші қатты айтқан, бармаймын Астанаға. Тиіп тұрып кәдімгі айтқаншы, айтпесе, ой, бұл баламы көреміз ғой деп қана сөйтіп айтатын. Бармаймын Астанаға деп тиіп тастады. Содан мен ендеше өзім келейін, өзім жақындайын деп Алматыға қоныс аударған болатын 2016 жылы. Бірақ осы әріптестерім, осы жақтағы әріптестерім қоймай қайтарып алып, кейбіреулер тіпті сен не Монғолияда тұрып жатсың ба дегендей пікір айтып, сонымен ол шешемнің өзі де бұрынғы пікірінен айныған, жаным, әке шешем дейді, біздің жақта сөйлеп. Өскен өнген жеріңнен не бар, қозғалып тұлдырыңнан. Барсаң бар, біз деген алыс емес, қазір жол жақындады ғой, ұшақпен ұшып келесің деп әпкелерім тіпті ренжіп, сөйтіп қайтадан Алматыға жанұямды көшіріп қоныс аударған. Енді ол кісілердің берген тәрбиесі біз ұрсатын, бірақ сол өздерінің тәрбиесі деп ойлаймын, оны өздері де байқамайды ғой. Үйдегі шаруаны тыс қалдыратынбыз біз. Осы жұрттың шаруасын десе, ұшып тұрасыңдар жандарыңды бересіңдер. Біз ауылда солай ғой, анау шақырады, мынау шақырады, тамды құйысып жібер, шөбін шабып, отынға барып келейік, анда барайық, мында барайық, мынаған көмектесіп жібер. Енді көп жыл болып өсесің, көп жыл жанұяда өстік, 10 баланың ішінде бүкіл ауылымыз сондай. Сол кездегі кісілердің бәрі, сол біздің сыныптастарымыздың бәрі кенжелері кілең. Сол 60 бай, 70 бай, 80 байлар кілең. Сол шешем кейде кейдін. Үйдегі шаруа бітпейді, сендер сол жұрттың шаруасымен жүресіңдер. Қазір ойлап қарасам, сол өздерінің берген тәрбиесі көп жыл бол, біреуге көмектес, қол ұшыңды бер деген сияқты. Ол да бір сауапты іс қой. Сол сауапты істі кейде балалықпен ғой, үйдегі шаруа бітпей жатады. Бар досыңның, көршіңнің жұмысын істеп кетесің. Сосын ең айтатын сол адамда түйсік болсын дейді. Біреудің ала жібін аттама. Сол ғана сол тәрбие жетіп жатыр деп ойлаймын. Содан кейін нақты былай болып өс, бүйтпе, сөйтпе деген жоқ. Сол алдыңғы буын ағаларымның, сол әке шешемнің өздері үйде не істейді? Ары таза, ешкімге қиянаты жоқ. Ешкіммен ұрысып, шабысып жатқан жоқ. Сондай үйде өскеннен кейін оларда бұлай бол деп тәрбиелемейді. Сол ата-ана не істесе, сол бала соны көріп тәрбиеленеді деп ойлаймын. Ерте тұратын осылар. Ауылда солай ғой қазірде. Ерте тұрады. 4-тен 5-тен тұрады. Күн шыққан кезде өлген адам ғана жатады. Далаға шығып өздерінің тірекендеріңді көрсетіп, жатсаңдар содан кейін барып жатыңдар дейді. Бір тұрған адам өлген қайтып жатады. Сол ерте тұруды үйрету, ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұрса, шаруаға да екен болады деген тәрбиесі екенін енді ұғып жатырмыз. Сол кейде сол жай жатып, жай тұрған кезде апырай деп ойланасыз. Сол әкемнің сол енді мен 10 жасында қайтты ғой. Одан бұрын ауырып жатып қалды. Далаға сүйеп шығаратынбыз.
мені бағатын осы балам деп мақтап қоятын. Мен 84 жыл мектепке барған кезде налевой деген болады ғой, соған бардық. Одан бірінші сыныпқа барған кезде мектептің буфетінде бұлышқылар сататын мынандай. Енді әкем қарт кісі ғой. Сол шешемнен ақша алып, шешем берген тиынына өзім жемей, осындай жұмсақ бұлышқаларды жаңағы әкем әкеп беретін. Сол кезде мәз болатын. Мені осы бағады деп. Соған дардай боласың, кішкентай бұлышқалар. Оның өзің маңдай теріңмен тапқан сияқты бір марқайып қалатынсың. Көшеміздің өзі қызық, мен айтып отырамын. Қытай көше деп аталады. Ауылы 3-ке бөлінеді. 60-шы жылдары Қытайдан көшіп келгендер ғой. Сөйтіп Қытай көше деп аталып кеткен. Бір көшеде енді бүкіл ауыл бір-біріне туыс қой. Бір көшеде оның үстіне сол туыс, көрші қолаң, класстастар, достар. Мен қандай да бір демалысым болмасын, ауылға міндетті түрде барамын да, міндетті түрде сол көршілерді кіріп, үлкен кісілерге амандасып шығамын. Әлі күнге дейін сол. Олар да қазір бізді ауылдан шыққан азаматтар да мақтан тұтып, өздері де марқайып, бір барып қалсаң, міндетті түрде келіндермен, біздің үйде бала шағаммен міндетті түрде қонақ асына шақырып, қонақ қылып. Класстастарым, әлі күнге дейін қарым-қатынасымды үзбеймін. Достарым, әріптестеріміз, үлкен апалар қазір әулеттен жалпы ауылда үлкен кісілердің биыл жазда бір класстасымның әкесі қайтты, 86 екен. Ең үлкені ауылда. Бұрын 86 жас. Одан үлкені жоқ екен. Үлкендердің көзі кетіп бара жатыр. Класстасым шешесі қалды. Өзіміз туысымыз өткенде үйіне шақырып, жұбату шай дейді ғой, шешем қайтқаннан кейін шақырып, көрпе сыйладық, құрақ көрпе. Әрең өз-өзімді не қылдым жаңағы, тыйып көзге жасалып, шешемді еске салып, шешемнің әңгімесін айтып, жеңгешем кетіп қалды ғой, жалғыз қалдым деп көшеде сөйтеді. Өзім жеңгеміз, туысқан апамыз, орасқан жеңгем. Ол кісінің де амандығын тілеймін қазір. Шешемнің көзін көрген, өзіміздің туысымыз. Аятқан деген апам бар. Ол да жаңа класстасының шешесі, көршіміз, маңлай көршіміз. Одан кейін арғы көшеде тағы бір жеңгеміз бар, туысқан. Әбен жеңгем қалды. Ол кісі де бір қыздың қолына қарап отыр, немере қыздың қолына. Қарттық көздерді көрмей, жүрулерде шамаланып үйде жатыр. Солардың міндетті түрде барған кезде қалын сұрайым. Сол апаларының амандығын тілеп жүремін ылғи дұғаға қосып. Сол кісілер азайып бара жатыр бірте-бірте. Ал қалған көршілермен біздің енді балалық шақ міндетті түрде еске салады ғой ауыл десе. Бала көп болатын. Әр үйден кемінде 3-4 баладан шығатын. Сосын біздің ойынымыз қазіргі балалардың ойыны сияқты сотка компьютер емес қой. Біздің ойынымыз далаға ақтерек, көктерек, футбол, ләңгі, асық, қыс болса қара түсу, шаңғы тебу, шан ойнау, арғы көше, бері көше келеді, біз о көшеге боламыз, көше болып бөлісіп, жаңағы жарыс ұйымдастырамыз, достарымызбен топырақ атысамыз, сосын үлкендер, кішкентай балалар бір-бірімен төбелестіреді, бір жақтаған кім деген сияқты. Сол достардың бәрі, сол көршілердің бәрі қазір қияндарға кетті. Мұқағали атамыз айтпақшы, сен де кеттің, мен де кеттім, ол да кетті ауылдан. Ұятпалдау бауырдан деген сияқты. Бәріміз кетті, мен кейде ойлаймыз, олардың бәрін бір жинаса ауылға деп. Сағынасың сол. Әрбір ауылдың адамдарын, бауырларымызды, достарымызды, көршілерді, бәрін сағынам. Әрқайсысына дұғай сәлем. Келіншегім енді осы арғаның қызы орысша тәрбиеленген болса да, менің балаларым орысшасы олақ. Керісінше сол қазақ тәрбие өйткені. Жасы демалысқа шыға салысымен мен ауылға апарып тастаймын. Ауылда ата-әжесінің тәрбиесін көрген бала жаман болып шықпайды деп ойлаймын. Міндетті түрде бересің. Енді кейде еркек түздің адамы, оның үстіне біз гастроль, съемка деп жан-жаққа кетіп қаламыз. Бірақ сол жаңағы алдын айтқандай,
өзіңді қалай ұстасаң балалар да сол бой түзейді ата анаға іс қимылына еңбегіне жүріс тұрысына деген сияқты